Ардама қош келдіңіздер. Бүгінгі жаттығу өзге жаттығудан ерекше болмақ. Қолымызды желкемізге ұстап, жоғары көтеріп, шынтағымызды төмен жерге тигізуге тырысамыз. Бәрін ішке терең дем алып, тыныс алып, шығару арқылы жасаймыз. Әр жаттығуды асықпай баппен 10-15 рет жасасаңыз, пайдасы тиетіні сөзсіз. Бұл қарапайым жаттығу көрінгенмен, омыртқаларында ақауы бар адамдарға кішкене сәл де болса қиындық тудырады. Сондықтан асықпай жасаймыз. Екінші жаттығуымыз, екі қолымызды екі жаққа барынша керіп созамыз да, дәл осы қалыпта екі иығымызды кезек-кезек жерге тигізуге тырысамыз. Бұны да терең ішке дем алып, шығару арқылы жасаймыз. Жаттығудың қай-қайсысын болса да дем алып, сыртқа демді шығару арқылы жасаған өте тиімді. Келесі үшінші жаттығуымызға көшеміз. Осылай шалқамыздан жатамыз да, қолымызды, алақанымызды бірін-біріне тидіруге тырысамыз. Әлірше тимей жатса, ешқандай оған уайымдамаңыз, ақырындап жасай келе тиетіндей болады. Бұны да ішке терең дем алып, шығару арқылы жасаймыз. Ем болсын.